ағайындар. Абзал өз Алеш деп, Алеш деп. Абзалға. Салып жүріп. Басатымен атыпсың. Димаш, бетімді сүй. Ерімді сүй. Шекемді сүйші. Шекемді сүй. Жаным. Ойбай, болды, құтырма. Жон. В общем, дети так быстро растут, оказывается. Ой, помогите. Достар, айтуға ұят бар ғой. Негізі мен көпсі маған жазады ғой. Сен молодецсің, пысықсың, барлығына үлгересің депші. Дымға да үлгермеймін мен, достар, шын айтайыншы. Потому что режимім дұрыс емес. Мен таңға жақын ұйықтаймын и, соответственно, обедте тұрам. Ал негізінде жұмыстардың барлығы таңертең жасаған өте жақсы да. Мен оны біліп тұрып, бірақ сонда да сол қателікті жасаймын ғой. Режимімді дұрыстасам, ары кетсе бір айға жететін шығар. Бір ай дұрыс болады, одан кейін қайтадан бұзылып кетеді ғой. Вот менде сондай проблема бар, короче. Соны қалай дұрыстарымды білмей жүрмін. Соны мен айтам да, мысалы, бір түнде қой ұйықтайын десем, бір как будто жұмысым бар ғой, ертеңгісі бір жасалмай қалатындай, қазір жасау керек сияқты бұл түнде бір шабыт ашылып кетеді ғой ше. И соған кіріп кетесің, короче. Ол да жаман. Түнде ұйықтау керек, режим бәрібір дұрыстау керек дейсің да. Но түнге келгенде сол жарайды. Ертеңнен бастаймын деп ана диета ұстайтындар сөйтеді ғой. Сол сияқтылар ғой. Тональный бітті. Қарасаңыздар, қазып отырмын ғой. Алу керек тональный. Талдықорғанда қай жерде күшті магазин бар өзі. Просто ана бибишка темный да, и сол үшін ақпен араластыру керек оны. Но бір не